Барлығыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі пайдалы болып шығатын бауырдан жасалған торттың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге міндетті түрде видео соңына дейін болыңыздар. Барлық құрам видеоның астында. Ең алдымен бауырды пленкасына тазалап, жуып, турап алғаннан кейін погружной блендердан өткізіп аламыз, немесе кәдімгі ет тартқыштан да өткізсеңіздер болады. Міне, бауырымызды өткізіп алдық. Енді бөлек ыдысқа бір жұмыртқа, тұз бен бұрышты және де сүтті қосып, жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне ұнды қосып жақсылап араластырамыз. Одан соң езіп алған бауырды да қосып араластырамыз. Біздің массамыздың ішінде қатты түйіршіктер болмау керек. Сондықтан да осында тағы да блендермен езіп алдым. Одан кейін үстінен 2 ас қасық сұйық майды қосып жақсылап араластырамыз. Міне біздің масса осындай сұйық күйде болуы қажет. Енді алдын ала қыздырылған табаға кішкене май жағамыз. Біріншісіне ғана май жақтым, одан кейінгілеріне майсыз пісіре беремін. Міне осылай қамырды кішкене аз қылдырып алыңыздар, өйткені қатты қалың болып кетуі мүмкін. Осылай 2 жағын аударып пісіріп аламыз. Асты жабыспай, күймей әдемі болып піседі. Сондықтан да қорықпай пісіре берсеңіздер болады. Міне осылай әдемі болып аударылады. Енді біз сәбіз бен пиязды осылай турап, қуырып аламыз. Біздің бауыр дайын, өте жылдам піседі, және де пиязымыз бен сәбізде қуырылып дайын тұр. Енді үстіне әсемдік үшін жұмыртқаны пісіріп, ағы мен сарысын бөліп теркадан өткізіп аламыз, укропты да тураймыз. Кейін майонезге 2 шеп чеснокты езіп, оның үстіне укропты қосып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің салма дайын, енді тортымызды жинауға кірісеміз. Ең алдымен бауырға майонез жақпас бұрын екінші жағын айналдырып жақсаңыздар, әдемі болып көрінеді. Міне ең бірінші майонезді, одан кейін сәбіз бен пиязды қосып, барлығын үстіне осылай кезекпен кезек қойып шығамыз. Осылайша біздің тортымызды жинаймыз. Енді ең соңғысына да осылай барлық жеріне майонезді жағып шығамыз. Одан кейін оның үстін қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен аскөкті, одан кейін жұмыртқаны ағы мен сарысын пайдаландым. Осылай әдемі болып шықты. Міне достар, біздің бауырдан жасалған торт дайын, өте дәмді болып шығады. Оның үстіне пайдалы, және де қонақтар келгенде де холодныйға ұсынсаңыздар, өте жақсы көрінеді. Барлықтарыңызға рахмет, менімен бірге болғандарыңызға.